Сен есің дұрыс па? Мен саған ақша тауып беру үшін апамның үйін кепілге қойдым. Ал сен маған аяқ астынан келіп тұрып, болмайтын сиырдың өліксізін ұсынып тұрсың ба? Миллион? Жай ма? Енді фильм дайын ғой. Жақсылап тұрып бір тұсаукесер жасау керек. Ауылдағы құрал сайман бәрін ұрлап кетті дейді. Ештеңе жоқ дейді. Онсыз мен жұмыс істей алмаймын дейді. Тұрып қалды дейді бәрі. Отто, уайымдама. Менің немерем Мынауский полицей. Ол табат. Саған сенуге болатын біліп айтып тұрмын. Мен осы ауылда маңызды іспен жүрмін. Халықаралық деңгейде Отто Фук деген қылмыскерді іздеп жүрмін. Рахмет. Мен бұл сәтті өмір бойы күттім. Тіпті не айтарын білмей тұрғанмай. Баршаңызға алғысымды білдіремін. Ең біріншіден. Банканы бересің бе жоқ па? Қандай банка? Алло, банканы бересің бе жоқ па? Болшы тез. Кешіріңіз, ойланып кетіппін. Ізбенен келеміз талмай біз деген көңілге ылғи шуақты жазбаймын арнап күзгілең жанымда жүрген бақыт бар теңкелмес алған жақыттар көрдің бе керек ме жеңді көзде де оны атып қал кетпесең еңсең түсіп там күлкіңді кеткен бұзып кім жымишы бұлдам күлкіңде жатады тылсым үзіксіз ғашық бол мына өмірге түспесің кірбің көңілге табақты тиме одан да жүрек төрінде. Иә, Отто, өкінішті ақ. Бірақ бізге өкпе назыңыз жоқ шығар. Найн. Ол да жақсы. Міне, Отто мырза еліне қайтып бара жатыр. Қайтып бара жатқан нес? Сіз деген... Халықаралық деңгейдегі немістің қауіпті және танымал қылмыскері. Ауылға күн станциясын орнатпаушы ма едіңіз? Құрал жабдықтығымен бұлшыге сол қалпы табылмауы себепті. Компания бұдан ары көте алмайды. Маған қайт деп жатыр. Ана, біздің ауылмен арадағы анау келісімшартты бұзып жатыр. Жоқ, сонда... Мұрат сіздің жабдықтарыңызды іздеп жатыр еді ғой. Бұдан ары көте алмаймын. Жолға жиналуым керек. Ертең самолет бар. Біз сізбен қоштасуға міндетті түрде келеміз. Сіз кетіп қалмай күтіңіз, жарай ма? Сенің құпия операцияң әне-міне жоқ болайын деп тұр. Қайдағы операция? Нені айтып тұрсың? Шетелдік қылмыскерді ұстауды айтам. Сонда не, сенің ауылда басқа да құпия операцияң бар ма? Оттоны айтып тұрсың ба? Иә, ол жолға жиналып жатыр. Ертең ұшып кетеді. Сен оны ұстай алмай қаласың. Сенің құпияңды біліп қойған сияқты. Немесе ол қылмыскер емес деген болжам бар. Қылмыскер болмағаны қалай? Сонда кім? Мүмкін ауылға күн батареяларын орнатып жүрген немістердің бірі шығар. Сен қалжыңдап тұрсың ба? Сонда жертөлешек, костюм, химиялық қару. Мен бәрін тексердім. Олар жай ғана тышқан улаған. Барлаушылар қателескен болар. Онда оның жабдығын тауып беріп, жібермей алып қалу керек. Ол қылмыскер емес. Айттым ғой саған. Ол енді бізді қызықтырмайды. Ол енді бізді қызықтырмайды? Иә. Келген күнақ құрал жабдықтарын ұрлатқан аздай, сен оны қылмыскер санап күдіктендің. Ауылымызға егер осы күн батарейлері орнатылмаса, мұнан біз кінәлі боламыз. Оттоның алдында, бүкіл тұрғындардың алдында, тіпті ғаламдық экологияның алдында қара бет боламыз. Отто, сәлем. Ауру қайда? Тез жүріңіз, апа. Ол сізді күтіп жатыр. Бітті.
сәлеметсіз бе? Біз сізбен сөйлесуге керек. Кешіріңіз, жиналу керек. Айттың ғой, өзі де іздегісі келіп баратқаны шамалы. Мәжбүрлейміз ба бұны? Табылмайды. Аудыңызды орындай алмадыңыз. Құрал бұл ойында жоқ. Логикаңыз таста екен. Мұрат таба алмайды деп кім айтты? Ол бұған дейін тек тергеуге ақпарат жинаумен болды. Иә, нәтижесінде табуға мүмкін емес деген шешімге келдік. Білесіз бе неге? Өйткені ол алтын емес, өйткені ол жоғалған гауһар тас емес. Ол ит те емес, түсінесіз бе? Ол деталь ол кез келген жерде болуы мүмкін. Ол қолдан қолға жүре береді. Ол мына көліктің капотының астында да болуы мүмкін. Иә? Мен сенің аккумуляторың түрін де білмеймін ғой. Мен саған шеқарын ақтаратын инженермін ба? Мұрат, күн батареяларын автомобильге салады деп кім айтты? Das Dingbums. Не? Мынау менің аккумуляторым ғой. Мұрат, менда. Апа, мұны қайдан тап болғаныңызды білмеймін, бірақ бұл әзірше айғақ. Атаның кінәсі дәлелденген жоқ. Қолынан неге ұстап алғансыз? Тамыр соғысы қалпында. Не? Қандай күнә? Қандай айғақ? Былай ғой апа. Оттоның жабдықтармен бірге жоғалған аккумулятор Жаңбырбай атаның машинасынан табылды. Менің бе? Қалай? Мен соңғы рет аккумуляторымды 87 жылы ауыстырған. Не отто? Осымен қалай дауласасың, айтшы? Жоқ, бірақ... Сендер Жаңбырбайды сұрақтың астына алғанды қойыңдар. Сен машинаңдан әкімге берген ғой. Есіңде ме? Я. Ана, бүкіл сол салып қойған шығар. Өзің білесің, мен ана машинаның дөңгелегінен басқа ештеңені білмейді екенмін. Дөңгелегін ауыстырам болды. Керек десе сол кезде менің машинам жөндету тұрған. Сонда мұны кім істеді? Білмеймін, мен оның машинасына көп мінген жоқпын. Енді біреу салған рас қой. Отто, мен сізге айтқам. Сіздің фотоэлементтеріңіз ауылға сіңіп кеткен соншалықты, олар баяғыда бөлшекке айналып кеткен. Қалғанын қайдан іздейсің? Қайдан? Бұл ерекше детальдар. Мұндай аккумуляторды жай машинаға салмайды. Оны Жаңбырбай атаға айтып көріңізші. Жақсы. Фотоэлементтер ше? Нұсқаулықсыз қалай қолдабақ? Қалай қолданады дейді? Егер біреу сіздің элементтеріңізді нұсқаулықсыз қолданатын болса, сіз оны өлсеңіз де білмейсіз. Түсінесіз бе? Ол тіпті мынау ақпарат тақтасы судан жасалған болуы мүмкін. Я, бұл менікі ғой. Отто, меніңше сіз өзіңіздің элементтеріңізді тым көп ойлайсыз. Шын айтын, тақтаны фотоэлементтерінен жасаған. Қойындар ай. Мұны маған ана өзіміздің инженерлер жасап берген. Бірақ тоқташ. Сол күні бар ғой. Ана құрал саймандарды жеткізу үшін менен Жаңбырбайдың машинасын сұрап алған. Ал, ұсталдыңдар. Айтыңдар, қайсысын түрмеге отырғың келеді? Мұрат, мына немістің мықты деген аккумулятор бар ғой, Жаңбырбай ағаның машинасына салған біз. Өйткені ол кісінікі жарамай қалыпты. Ал мына аккумуляторыңыз күн құралғыларыңызды алған біз емес. Оны бізге бар ғой, ана кімді темір өткізгіш әкеп берді. Иә. Сонда мына жерде аккумулятор қабылдайтын пункт па не? Темірді де қабылдаймыз. Тоқта. Сендер ана бюджеттің айлығын алатын штаттағы инженерлер емессіңдер ме? Ал, тағы не аласыңдар? Мүмкін малдың терісін алатын шығасыңдар. Шашты алатын шығасыңдар. Шын аяқ ше. Сосын компьютер аламыз. Ой. Егер мына құрастырып жатқан қоқыр-соқырларын тірілтіп кетіп бүкіл алып жаулап алса, айтпады демеңдер, екеуің де қамайды. Қорқытпашы, Мұрат, қорқытпашы.
Сонымен аккумулятор мен романы кім өткізді? Ой, Перизат, айналайын ау, мына жерге білесің ба? Неше түрлі адамдар келеді, жан-жақтан. О, қайсы бір есімізде қалады? Бұны өткізгендер есіме түскен секілді. Мынандай немістің аккумуляторымен белгісіз металды ел күнде өткізе бермейді. Сосын? Сосын Айсашы! қалың, табаны қалың қара етік киген. Сосын? Сол ғана екі бала болу керек. Әлде ересек адам бет, әлде қыз, әлде келіншек. Белгісіз, бірақ етігі есімде қалды. Қара етік батпақ. Дұрыс екен. Енді қайда бағамыз, Пәлсай мырза? Қайда барамыз? Мен бөлімшеде қалам. Әкімшілікке кетеді. Сіз үйге барасыз. Перизат өз шаруасымен кетеді. Ал сонда... Не сонда? Мен сізге айттым, бұлай болмайды. Сіздің ісіңізді тексеруім керек. Ол бір күнде шешіле қоятын нәрсе емес. Мен арызды 3 ай бұрын жазған. 3 ай бұрын мен бұл жерде болмағам. Сіздің өзіңіз естідіңіз ғой. Етік, онда етік біздің ауылда кімде бар? Кімде? Бәрінде. Біздің ауылда бәрінде. Сосын көрші 15 ауылдың бәрінде де бар. Онда мен зотырынды жанай бермей. Таңертең ұшақ. Отто, сіз ренжімеңіз. Бірақ мен Шерлок Холмс емеспін ғой. Иә. Иә, Мұрат. Ол кетсе, бұлардың компаниялары енді қайты біздің ауылмен келісімшарт жасасуы не қабыл? Білем. Бюджет қысқарады. Экология нашарлайды. Ақбөкендер аштан қырылады. Оның бәріне кінәлі кім? Мен? Сен емес, мен кінәлі болам, мен. Қош, жарайды, мен барып ана облысқа түсініктеме жазуым керек. Үш ай бағын. Ей, 3 ай. 3 ай бұрын. Алло? Сіз 3 ай бұрын осы істі қабылдаған едіңіз ғой? Бүгешігесіне дейін айтып бере аласыз ба? Айттым ғой, ол үшін бір шартым бар деп. Ей, простатитке қарсы майыңызды алмаймын дедің ғой? Оны қайда жағасын, не үшін жағасын? Жарайды, нені білгің келеді? Жоғалған элементтер, куәгерлер, айғақ, мүмкін бірдеңе болса. Ол жәшікті ешкім ешқашан көрмеген. Жүк көлігі кез келген жерде тоқтап, түсіріп алуы мүмкін. Сосын саған айтар бір ақылым, қолыңнан ештеңе келмейді. Бұныңыз ақыл емес қой? Бұл ең жақсы кеңес. Қолымнан не келеді апа? Онда етік кім көрінгенде бар ғой? Дұрыс айтасың. Ауылдың аты ауыл. Онда етік жұрттың бәрінде бар. Бірақ оны кім? Сосын не үшін күйген? Міне шілдегі шіліңгірінде. Айтпаңыз осында ыстықты. Мүмкін қара жұмыс істейтін біреу шығар. Немесе алқапта жүргендер. Мүмкін алқапта, мүмкін тауда. Тауда бізде кім жұмыс істейді? Кеншілер. Кеншілер болса, Оттоның саймандар қалай жеткен екен? Бөгенбай батыр, киношниктер. Солар киген етікті. Олар кино түсіріп жатқанда 3 ай болды ғой.
Сосын жақында Перизат тау жақтан фотоэлементтер тауып алды. Дұрыс айтасың. Қайрыл таң отты. Ұйқы қайда? 2 сағаттан сон ушак. 2 сағат болса, онда жүріп әңгімелесіп қайтпадық па? Біздің керемет табиғатымызды тамашалап, ұшар алдында таза ауамен демалып дегенде, сіз біздің біраз керемет жерімізді көрген жоқсыз. Жүріңіз. Күшті жерлерді көрсетіп. Жүріңіз. Қайдағы күн батареясы? Біз не ерігіп жүр деп ойлайсыздар ма? Біз күніне 12 сахна түсіріп жүрміз. 12. Бюджеттің аздығынан. Налар тіпті түскі ас ішмегенде өтіп кеткен. Қазір балатта тауып қойды, тілдері салақтап. Ал мынау гример болса, тауып қылады ғой. 2 рет тауып қылады. Ал каскадерлер болса, оларға тіпті төлейтін ақша да жоқ. Тимур, бірақ көргендерін айтуы бойынша, сіздің жігіттер біздің саймандарды өткізіп жүр ғой. Мұрат, ерінбесем бар ғой. Уақытың болса, бүкіл түсірілім тобын тексеріп алсам болады. Бірақ түсірілім процесіне ешқандай кедергі келтірмеңдер. Сосын анау тұрған жоңғарларға жоламай-ақ қой. Олар кеше киноға түсетін қылыштарын қайрап апты. Ал не істейміз, Мұрат? Ешкім ештеңе білмейді. Ешкім ештеңе көрмеген. Сіз дұрысы айтыпсыз. Жоғалған болды табу мүмкін емес. Ал менің кетуім керек. Кәз, тоқтай тұрыңыз. Иә? Ал жігітім, менің ақылыма құлақ асқан шығарсың. Қандай ақыл? Осы істі қоя салу туралы. Ақыл деген сөздің мағынасын ашып бергеніңіз үшін рахмет енді. Бірақ мен сізді тоқтатпаймын. Жарайды. Тек құрал сайманды іздеу ісінде бір жылшу бар демеш. Мен сізге одан да қызығын айтайын. Сізге бұны есту кішкене ауыр болып қалуы мүмкін, бірақ айтайын. Жарты сағатта істі жететін жеріне жеткізіп кінәлін табам. Отто, артыңызға қараңызшы. Бұлар мұнда қашаннан бері тұр? Мен оны айтып тұрған жоқпын. Үстіндегі сауытына назар аударыңызшы. Ештеңе байқап тұрған жоқсыз ба? Мұрат, тапысылардың сауытын сөз қылмай-ақ қояқшы. Мен білсем, бұлар жоңғарлар. Қалай сөз қылмайсың? Бұл жай ғана жоңғарлар емес. Бұл жоғары технологиялық жоңғарлар. Үстіне күн батареяларына асылынған жауынгерлер. Сауыттар Германияда жасалған. Менің фотоэлементарым. Иә? Бізге не қыл дейсіздер? Бізге айтты, жоңғарларға бюджет бөлінбеген. Қайдан тапсаң, оннан тап деді. Енді мен жоңғарларды соғысқа сауытсыз қалай жіберем? Қолдарына қалқанның орнына жол ережелері жазылған. Қаңылтырлар тұстап жүр. Содан жасадық. Қайтеміз енді? Сіздерден бұны барлығын қайдан таптыңыз деп сұрап отыр. Сіз неге мына өндірісті құпияны ашып отырсыз? Жарық қоюшылар беріп, ән келе жатыр өздері. Міне, мынау менің жүзігім. Ал ішінде сенің тетігің болуы мүмкін. Есібастар! Қайдан алдыңдар бұны? Трассаның түбіндегі тіреудің түбінен тауып алдық. Мына жер сол жерде жатыр екен. Ешкімге керек жоқ. Енді тастап кетпейміз ғой, өзімізбен бірге алып келдік. Оның үстіне бізге ешкім ақша төлеп жатыр. Тақылдамай тұра тұр. Қайдан алдың деп сұрап жатыр. Жауап бер, бітті болды. Мүмкін машинаден төсеп қалған шығар? Йо. Солай да болуы мүмкін.
Сендер мұны не қылып жүрсіңдер? Оттоны шығарып салуға келдік қой. Шығарып салғанымыз дұрыс болар. Өзі қайда? Ал өзі қыдырып жүрген шығар, кім біледі? Міне өзі де келе жатыр. Ай, Отто, мынауың не? Бәрі, табылды. Онда қайырлы болсын, көршілер. Енді сен көшпейтін шығарсың, а? Жоқ, ата. Айылдан кетпеймін. Бірақ жұмыскерлерден өне көшемін. Жарайсың, ауылда кетпейсің ба? Ой, жарайсың. Кәне, көрсетші. Кәне. Охо, мананы. Не деген келіне. Жақсы болған екен, ә? Не деген. Кашар алдында құжаттарың мен қағаздарың жинастырып, із жасырып жатқан сияқтысың ғой. Мен неге қашады екен? Неге түсінесіз? Әділ жасадың. Сайман тол жәшікті ұрлаған сен ғой. Мен ештеңе ұрлағам жоқ. Қайрат, бұл Оттоның болжамы. Ешкім ештеңе ұрлаған жоқ. Бәрі де сүттен ақ, судан таза. Және жәшікте өзімен өзі көліктен түсіп қапты. Солай ма? Бірақ біз екеуміз ол жәшіктің өзімен өзі түсіп қалмағанын білеміз ғой. Сондықтан жәшіктегі саусақ іздерін тексердім. Не таптым дейсің ғой? Менің ол жерде саусақ іздерім болуы мүмкін емес. Әрине, сенің саусақ іздерің бұл жәшікте жоқ. Ол жәшікте мүлдем ешкімнің саусақ іздері жоқ. Тіпті жүк артушыларың да. Ал бұл ауылда саусақ мәселесіне сақ бір-ақ адам. Оны кім екенін айтпай қойын. Бұл жай ғана болжам. Сен таңертең мен ұрыны әне-міне ұстаймын дегенін естіп, осы жерге құжаттарыңды жасыру үшін келді. Маған да керек болған сол. Бұны мен ештеңе дәлелдей алмайсың. Есесіне, сол жәшіктердің жанында табылған сенің бет орамалың. ДНК-ға тексеріп ем. Сен бап шықтың. Құтыла алмайсың. Мен ештеңе ұрлағам жоқ. Бұл бір ыңғайсыз жағдай болды. Мен сол күні көрші ауылдағы бағбанға бір жәшік алмаға тапсырыс беріп едім. Сыйлық десем болады. Алғыс ретінде. Түсінген шығарсың. Сыйлық, арнайы сорт, немістікі. Өтте дәмді. Сыйлық түскі бірге келу керек еді. Ол бір жәшігім маған арналғанын айтқан. Өзің ойлашы. Жәшіктің сыртында немісше жазуы бар. Алманың иісі бұрқырап тұр. Жүргізуші бір жаққа кетіп қалған екен. Ал мен тауардың ақшасын төлеп қойғам. Сондықтан өзіме тиесілі жәшікті алдым да кеттім. Sabbertij. Eén zo'n kraftwerk in doch zu starten. Verstehen? Сосын есім шығып кетті. Мына жәшікті көрсе, мені бірден ұрлық жатыр еді. Big box. B. Fotoelement. Verstehen? Кінәлі боп шығар ем. Ал сосын ауылдан кетуім керек болды. Ал жәшікті қайтем. Сосын ар ойланып, бер ойланып, ақыры жолдың бойына тастап кетейін деп шештім. Мен бет орамалымды қалай түсіріп алғанымды өзім де білмеймін. Мен оны мына қалтама ылғи салып жүретін. Мына қосады. Тоқта. Менің бет орамалым орнында. Иә. Енді бет орамал жайлы өтірік айтуыма тура келді. ДНК жайылды. Өзің участковый болған жоқсың ба?
Білесің ғой, бір күн ішінде ДНК-ны тексеруге мүмкін емес екен. Оң қара. Енді не? Тұтқындайсың ба? Мен тұтқындамауға себеп көріп тұрған жоқпын. Ал мен сен туралы ақпаратты жайып жібереді деп қорықпайсың ба? Басталды ма? Қандай ақпарат? Құпия ақпарат. Мен туралы ешқандай құпия ақпарат жоқ. Сендімізің, егер ана ақпарат құпия болмаса, онда мен бүкіл ауылға жайып жіберем. Жоқ. Демек бар ғой. Жоқ. Егер сенде мен жайлы құпия ақпарат болса, сен баяғыдан бері бүкіл ауылға жайып салатын ең. Онда тұтқындап көр. Сол кезде көресің, бар ма, жоқ па? Қуана тұтқындар ем. Бірақ Отто өз жәшіктерін көліктен байқамай түсіріп алдым деп ойлап жүр. Оны ешкім ұрламағанына сенімді. Енді егер ауылыма, участкіме бұдан бұлай жоламаймын деп уәде берсең, мен де мынан істі жабам. Уәде берем.